Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін венская сабле печеньесін пісіреміз. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз 150 грамм ұн, бірнеше рет еленген, сахарная пудра 60 грамм, жұмыртқаның сары уызы, 100 грамм еріп тұрған жұмсақ май, одан басқа мына қасықтың ұшында разрыхлитель және ванилин. Жұмсақ майды миксермен көпіршітеміз. Көлемі үлкейіп, ағару керек. Майымызды миксермен көпіршіттік. Енді оған сахарная пудра саламыз. Жаңағысында 10 грамм болған, мына пачкада 50 грамм. 100 грамм майымызға 60 грамм сахарная пудра саламыз. Одан басқа бір пачка ванильный сахар немесе қасықтың ішінде мынандай ванилин салуға болады. Енді ары қаратай көпіршітеміз. Енді жұмыртқаның сары уызын саламыз да, ары қаратай тағы да бірнеше минут көпіршітеміз. Сонымен майымызға жұмыртқанымызды араластырдық. Онға разрыхлительді саламын және араластырамын. Разрыхлительді мына қасықтың ұшымен ғана салдым. Енді онды мына майлы массамызға себеміз. Ары қаратай ақырындап қамыр илейміз. Қамырымыз мынандай жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды арнайы кондитерлік кулекқа саламыз. Мына сияқты әртүрлі формадағы печеньелер жасауға болады. Мысалы, мынандай W. Енді бұл печеньемізді 180 градуста қызып тұрған духовкаға саламыз. Екінші полкасында 15-18 минут пісіреміз. Өзіңіздің духовкаңыздың ерекшелігін ұмытпаңыз. Ақшыл сары түске дейін пісірамыз. Сонымен печеньеміз пісті, әлі ыстық. Менің духовкамда 13 минут пісті. Өте дәмді печенье. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.